Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Сәбіздің пайдалы және дәрілік қасиеттері оның бай құрамына байланысты. Сәбіз ағзаға өте пайдалы көкөніс. Сондай-ақ сәбіздің құрамында 1,3% ақуыз, 7% көмірсу бар. Ол көптен бері әртүрлі ауруларды жеңілдету үшін дәрілік зат ретінде қолданылып келеді. Сонымен сәбіз қандай ауруларда көмектеседі? Бірінші, асқазан ішек жолдарының патологиясына. Сәбіз шырынымен мәйегі өт бөліну және шығару процестерін жақсартады. Бұл көкөніс өт қабына тас байлану ауруынан зардап шегетін адамдардың мәзірінде міндетті түрде болуы керек. Екінші, зат алмасуда қиындықтар болса. Сәбіздің құрамында ақуыз бен көмірсудың метаболизмін қалыпқа келтіретін, сондай-ақ жасушалық тотығу және қалпына келтіру процестерін белсендіретін биологиялық белсенді компоненттер бар. Сәбіз шырынымен мәйегі жалпы әлдендіретін әсерге ие. Ол иммундық жүйені белсендіріп, сүт шығуды көбейтеді. Үшінші, көз ауруларына. Сәбіз көзге жағымды әсер ететін және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротинге өте бай. Сол себепті көру мүшесінің бұзылыстарынан зардап шегетін науқастарға мүмкіндігінше тамыр жемістерді шикілей жеу ұсынылады. Ал каротиннің тек маймен ғана адамның ас қорыту жүйесі арқылы сіңірілетін естен шығармаған жөн. Сондықтан осындай аурулар кезінде сәбіз тұтынудың ең оңтайлы жолы одан майонез, қаймақ немесе майлы тұздықтар қосылатын салат жасап болмақ. Төртінші, зәр шығару жүйесінің бұзылуларында. Сәбіз тұқымында зақымдалған эпителий жасушаларын қалпына келтіретін заттар бар. Олар бүйрек ауруларын емдеуде тиімді болып саналады. Ал сәбіз тұқымының тұнбасы несеп айдайтын әсерге ие. Ол қуықтағы тастар мен құмдарды ертіп, сыртқа шығаруға көмектеседі және бүйректің шаншып ауруын жеңілдетеді. Бесінші, жүрек тамыр ауруларына. Сәбіздің тамырлы жемістері заттардың жүректің бұлшық еті мен қан тамырларының қабырғасын нығайтады. Ал жақында ғана миокард инфарктісін өткерген науқастар үшін жаңадан сығылған сәбіз шырын ішу ұсынылады. Алтыншы, салқын тигеннен болатын ауруларда. Сәбізден жасалған құрам ағзаның қорғаныш күшін белсендіреді және айқын бактерияға қарсы әсерге ие. Олар жоғарыда тыныс жолдарының қабыну ауруларын емдеуге табысты қолданады. Жетінші, жүйке бұзылуларында. Сәбіздің көздің ішкі торлы қабығының зақымдануы, Альцгеймер ауру секілді жүйке тінінің деградациялық өзгеруінен туындайтын жүйке жүйесінің бұзылыстарын тиімді емдейтін көкөніс. Сондықтан да мұндай аурулардан зардап шегетін науқастарға күніне кем дегенде 2 стақан сәбіз бен балдыр көк шырынның қоспасын ішу ұсынылады. Науқастардың рационында сондай-ақ үккіштен жаңадан өткізілген сәбіз бен түрлі жемістерден жасалған салаттар болуы керек. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.